сәлем көрмен, сіздерге мен Раусанхан, менің каналыма қош келдіңіздер. Осы видеоны монтаждау барысында менің артымда 6000 подписчик болды. Көп рахмет. Және осындай керемет сандарға бірге жете береміз деген үміттемін. Рахмет. Бүгін мен ерекше топтама жинадым. Жақын арада жаңа жыл келе жатыр, және бір-бірімізге сыйлайтын уақыт, және ылғи бізге қиынға соғатын ол ер адамдарға, жігіттерге сыйлық таңдау. Қыздарға әйтеуір бір нәрсе табылады, а вот жігіттерге ол өте қиын. Қазір мен сендерге көбіне келе беретін әтір, нәски деген нәрсе болмайды, себебі әтір кейде иіспен қателесуге болады. Сондықтан қазір мен көбіне келе беретін сыйлықтарды жинадым, жайғасып отыр. Егер де мен арнаны бірінші рет болсаң, тезірек тіркеліп кет. Сонымен бастайық. Сендерге ыңғайлы болу үшін сыйлықтарды бірнеше топқа бөлдім категорияға, және бірінші категория ол 10 мыңға дейін сыйлықтар. Бірден ойыма келген сыйлық, және мен үшін ең керемет сыйлық болып саналатын, ол әрине кітап. Оның үстіне қазақша шығаратын қазақ баспалары өте көбейіп жатыр, Құдайға шүкір. Сондықтан таңдау одан сайын көбейді. Асықпай көріп, қазақша кітап сыйла аласың. Мұнда мен сыйлар едім деген кітаптар, осақтан егерде жаңағы адам оқымаған болса, осы ішінен бере аласың, немесе кез келген кітап. Мен риза болушы едім. Келесі ол чехолдар. Неге чехолдар? Себебі қазір любой нәрсеге чехол табуға болады, не только телефонға, но и зарядкаға, наушникке. Мен телефоннан бастаушы едім, және артында карточка қоятын жері бар. Сол өте ыңғайлы, мен сонымен қолдандым, және соның артына суретті қоюға болады, және сол суретке мен екеулеріңнің, егерде пара болсаңдар, немесе өзіңнің суретіңді шығартып бере аласың. Керемет сыйлық деп ойлаймын, және как раз телефон сыртында әрдайым сенің суретің тұрады. Және келесі нәрсе зарядкаға чехол. Мен өзім соған жете алмай жүрмін, себебі заказ істеуге қолым жетпей жатыр. Қолым тимей жүр, точнее. Бірақ ол өте керемет сыйлық, потому что айфондардың зарядкасы білесіңдер қандай хрупкий. Және осындай күшті бір милый нәрсе, және өте пайдалы нәрсе. Идея сендерге. Және кімде ноутбук бар, себебі мен ноутбугым чехолы уже тозып жатыр, сондықтан чехолдар деген керемет категория. Және оның ішінде неше түрлі нелері бар, есімдермен, инициалдармен, кожаный, неше түрлі чехолдар таба аласыңдар. Бірнеше идея сендерге. Келесі мен нормаға айналдырғым келетін нәрсе, және менің жігітім бар болса, немесе мен ер адам бар болса, мен сондайды қолға алушы ол хат жазу. Себебі біз кейде өзіміздің шынайы эмоциямызды сөзбен жеткізе алмаймыз, және жеткізсек те тек WhatsApp немесе сондай мессенджер арқылы, хатпен жазу ол күшті романтика деп білемін. Және хаттың ішіне кішкентай шағын сыйлықтарды қоссаңдар болады. Мысалға, осындай бір керемет топтама бар. Хаттардың, конверттердің ішіне, мысалға, тоңғанда ашатын хат деп қойып қоясың сыртына, ішіне сені жылытатын сөздер деп өзіңнің сөздерін жазасың, қалай сені ол адам жақсы көресің и так далее. И просто қасына нәски қойып қоясың. Sorry, нәски все равно айтылды, но идеяны түсіндіңдер. Сосын келесі ауырғанда, ішіне күшті бір жүрегін емдейтін сөздерді жазып, деген сияқты керемет осындай топтамалар бар. Соған барынша өзіңнің идеяңды, фантазияңды қосып, және просто хат жазсаң да вообще күшті нәрсе, себебі шынайы эмоцияны оқып алу, оны жеткізу, все равно керемет нәрсе. Менің ойымша ер адамдар қыздардан өз қолдарынан жасаған немесе пісірген нәрсені қабылдаған өте ұнайды. Және мен бента-торт немесе печенье істеуші едім. Осындай күшті, романтичный күшті нәрселер бар. Және мен ойымша оларға ол более бағалы, чем ақшалай сыйлық берген сияқты. Сондықтан бір нәрсе пісірсеңдер күшті болады. Келесі ол күтім. Ер адамдарға күтім ретінде тек шампунь, гель бритья деген нәрселер мейнстримна. Ал мен бет күтімін айтып жатырмын. Бет күтіміне бізге гель для умывания, яғни умывашка, бет жуатын тоник, сосын крем кәдімгі, және SPF крем. Осы 4 нәрсені берсеңдер, самый базы осылар. Немесе біртіндеп берсеңдер болады, жай ғана крем, немесе жай ғана бет жуатын деген сияқты. Және для всех типов кожи деген, және осы брендтерді мен ұсынар едім, себебі осылар қазір прям жақсы нелерді шығарады. Сондықтан бет күтімін сыйлау керемет нәрсе. Келесі ол спорт абонемент.
Егерде Астанада немесе Алматыдан болсаңдар, мен OneFit-тің абонементін беруші едім. Себебі маған OneFit-тің абонементін менің әпкем сыйлады. Просто қазір рахаттанып жүрмін, өте ыңғайлы екен. Реклама емес. Сондықтан спорт абонемент. Немесе жай ғана өз қалаңдағы, жақын жердегі тренажерный залға абонемент алушы едім. Менің ойымша керемет сыйлық. Немесе бассейнға, любой нәрсеге беруге болады. Спорт ол мынадай нәрсе. Келесі жаңа жыл демекші. Жаңа жылда адвент календарь беру өте танымал нәрсе. Яғни сен оны 7 күнге, 10 күнге, 25 күнге, бір айға, яғни кез келген күн мөлшерінде сыйлай аласың. Яғни әр күні бір сыйлықтан дайындап қоясың және бәрін жинап, әдемілеп орап, яғни сол адам күніне бір сыйлықтан ашып отырса керемет болады. Мысалы, жаңа уходовая 4 нәрсені 4 күнге бере аласың, кітапты 1 күнге, солай адам 7 күндік нәрсе болса 7 сыйлық алады. Бәрі шағын болса да керемет осындай бірнеше күнге созылған әсер болады. Келесі ол парный киімдер. Неше түрлі қазір әдемі нәрселер шыққан. Свитшот, бірдей жазуларыңмен или бірінші бастапқы әріптермен сондай бір керемет минимализм стиліндегі парный киімдер шыққан, бас киімдер, неше түрлі. Еще жайнамаздардың мына жерінде жарты жүрек, екінші жайнамаздың мына жерінде жарты жүрек. Так мило. Мен сондай сыйлаушы едім. Келесі ол курс алып беру. Мені 10 және 11 сыныптағылар көріп жатса, мен сендердің орында болсам, егер де адам ОБТ курсына қатыспай жүрсе, мен сондай сыйлаушы едім. Және офлайн курс желательно, потому что онлайнды, көп адам оқымау мүмкін, а вот офлайнды по-любому оқиды. И если жаңағы адам ОБТ-ға немесе ағылшынға дайындалмай жүрсе, қатыспай жүрсе, как раз сондай бересіңдер. Мен ағылшын тілінен беруші едім, немесе 10-11 сыныпта болсам, ОБТ курсын беруші едім. Сосын курс, негізі любой курс болады. Мысалы, менің жақсы көретін адамым, прям сүйіп көретін адамым, ол Роза Коуч. Және соның курсын маған біреу алып берсе, мен қатты бақытты болушы едім. Сондықтан, сондай курстарды берсеңдер де болады. Қазір не көп? Курс көп. Келесі ол настольные игры. Не просто карта, все такое, жоқ. А прям парочкаларға арналған, немесе достарға арналған жандай настольные игры. Ол жақта сұрақтар қойылады, неше түрлі заданиялар орнатқызады. Мен Каспида тапқаным осы, квест для парочек деген. Вообще өте қызық, және жай досыңмен ойнасаң да, подругаңмен ойнасаң да өте керемет сыйлық. Сол арқылы сендер бір-бірлеріңді танып, уақытты қызық және пайдалы өткізесіңдер. Бірақ дәл осыны 20 мыңға сатып алғанша өз қолыңнан да жасай аласың. Неше түрлі сұрақтарды қосып, заданияларды қосып, Google-дан іздеп, вообще керемет сыйлық. Даже өз қолыңнан жасасан да күшті әсер қалдыратынына сенімдімін. Негізі қолдан жасауға келетін көп нәрселер бар. Осындай баночканың ішіне қалай жақсы көресің, сондай сөздерді жазып, мысалға маған сондай сыйлады менің подругаларым. Прям әрі қайсы керемет естелікке толы, всякие наши фразочки, прикольчики, соны әр ашып оққанда күшті бір ностальгия болып қаламын. Сондықтан осындай просто қолмен жасаған нәрсе де керемет әсер қалдырады. Бағалы сыйлықтар категориясынан қостым, себебі олар уже 20 мыңнан асады. Мысалға, маған қазір керек нәрсе, имен қуанушы нәрсе, ол электронды кітап, осындай құрылғы. Және ол Каспидан 25 мыңнан асады, және ол ең кішкентайы. А уже қалғандар 50-70 мыңнан уже кетеді. Бірақ электронды кітапқа мен қатты риза болушы едім, себебі кәдімгідей физикалық кітаптан қарағанда электронды кітапты жүктеп және оны оқу, әрдайым өзімен тасу, себебі ана құрылғы өте жеңіл. Қатты қуанушы едім. Керемет сыйлық. Келесі ол проектор. Проектор тоже өте қымбат тұрады, бірақ сыйлық ретінде өте керемет. Телевизор жоқ болса, немесе жай ғана квартираға просто мына стенаға қойып қойсаңдар өте керемет. Және фильм, және егерде игроман болса, егерде PlayStation ойнайтын болса, сондай керемет сыйлық болушы еді. Сондықтан, достар, сендерге бірнеше топтама жинадым. Қызық болды деген үміттемін, және пайдалы болды деген үміттемін. Сендермен болған мен Араусан Хан, менің Инстаграмға тіркеліңдер, менің ТикТогыма тіркеліңдер. Сонымен сау болыңдар.